Мен мамандық таңдаймын. Бүгін мен өзімнің болашақ мамандығым ретінде таңдаған кардиохирургия туралы сөз қозғамақпын. Кардиохирургия жүрекке жол ашқан ғылым. Адам өмірін құтқаруға арналған ең жауапты және маңызды медициналық салалардың бірі. Неліктен кардиохирург? Жүрек адам ағзасының ең маңызды мүшесі. Оның дұрыс жұмыс істеуі біздің денсаулығымыздың кепілі. Осы себептен мен кардиохирургия бөліміне бардым. Бұл жер жүрек ауруларымен күресіп жатқан науқастарға жаңа өмір сыйлайтын орын. Бұл бөлімге кірген сәтте-ақ оның қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Бөлімде мен дәрігерлермен сұхбаттастым. Олар маған кардиохирургияның қаншалықты жауапты сала екенін, әрбір операцияның адам өміріне тікелей әсер ететінін түсіндірді. Дәрігерлердің жұмысы тек медициналық емдеу ғана емес, сонымен бірге науқастарға психологиялық қолдау көрсету екенін байқадым. Сондай-ақ бөлімде үлкен кісілер мен сәбилерді көрдім. Олардың әрқайсысының тағдыры әртүрлі. Кейбір үлкен кісілер жүрек ауруымен ұзақ күресіп, ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің жанқиярлық еңбегін көріп, олардың нағыз батыр екенін түсіндім. Бүгінде жүрек ауруларымен күресу медицинадағы маңызды бағыттардың бірі болғандықтан, мен бұл саланың дамуына қызығушылығым арта түсті. Кардиохирургия бөліміне жасаған бұл сапар маған үлкен әсер қалдырды. Бұл жер тек емделу орны ғана емес, адамдарға үміт пен жаңа өмір сыйлайтын мекен екеніне көзім жетті.